Журналист мамандығы қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін, жауапты сала. Өз шығармашылығы арқылы қоғамда да, адамға да қызмет ететін, ешқашан қателесуге болмайтын, қашанда жанның жаңалықтың жақтаушысы, қолдаушысы бола алатын. Осы бір кәсіп иелерінің қатары жыл сайын көбейіп келеді. Бұл әрине қуантарлық жайт. Осындай қиыншылығы мен қызығы мол кәсіпке қаламыздағы номері 20-шы мектеп лицейінің оқушыларын баулайтын факультативті сыныптың жұмыс жасағанына бір жылға жуық уақыт болған. Аталмыш сыныпта болашақ мамандықтарын бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыстырғысы келетін оқушылар барып журналистика саласына қатысты біраз мағлұматтармен таныса алады. В прошлом году Өткен жылы біздің мектепте Media Club фотостудия бөлмесі ашылған болатын. Бұл бөлмеге Canon фирмасының фотоаппараттары, картридждер, төбеден түсіруге арналған құралдар әкелінді. Басында біз оқушылармен бірігіп оларды қолдануды үйрендік. Уақыт өте келе білім саласында қолдана бастадық. Осы аппараттардың арқасында біздің мектептің лицей News газеті қайтадан жанданды. Бұл пресс-орталықпен лицейіміздің жоғары сынып оқушылары айналысады. Мектебімізде фотостудия ашылуына байланысты лицейімізге осы істің маманы Сергей Янабаев шақырылды. Ол кісінің арқасында фотоаппараттардың көмегімен видео жаңалықтар түсіру мүмкіндігі туды. Бұл жаңалықтар оқушылардың қызығушылығын арттырып, көп оқушыларымыз мектебіміздің пресс-орталығына жұмыс жасауға өтініш білдірді. Пресс-орталығымыз екі бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі газет, екіншісі видео жаңалықтар. Қазіргі уақытта осы бағытпен жоғары сынып оқушылары айналысып қана қоймай, мектебіміздің орта буын және кішкентай буын балаларын оқытып жатыр. Бұл мектепте талапшыл, әлі бір уақытта тез тіл табысқыш, ықыласты, бауырмал болуға үйрететін факультативті сыныптан бөлек телеарнадан арнайы білікті маман шақыртылып, үйренем деушілерге сонымен қатар оператор және монтаж жасауды оқытатын сынып та қарастырылған. На наших занятиях основная цель. Біздің сабақтың басты мақсаты телеарна бағытына қызығушылықтары бар балаларға осы мамандық жайына түсінік беру. Бұл мектеп видеоматериалдар түсіруге барлық жағынан жабдықталғандықтан сабағымызды тек теориядан басқа практикалық түрде де өтеді. Мектептің бұрыннан бері келе жатқан оқушылар айналысатын газеттері болғандықтан бұл оқушылармен жұмыс жасау әлде қайда оңай болды. Біздің сабақ аптасына 3 рет өтеді. Аптаның алғашқы 2 сабағына журналистика бағытындағы оқушылар келеді. Ал 3-ші сағатымыз операторларға арналады. Журналистермен сабақ барысында сұрақты қалай қою керек, сюжетті қалай дұрыс түсіру керектігін үйретемін. Журналистер тобы тәжірибе негізінде көп жұмыс жасайды. Біздің оқушылар түсірген бірнеше дайын сюжеттер де бар. Бұл сюжеттер YouTube пен Instagram желісінде жарияланған. Әлеуметтік желілерде өзіміздің парақшаларымыз бен оқырмандарымыз бар. Осы белсенді оқушыларды көріп, көптеген лицей оқушылары тобымызға қосылып жатады. Журналистика факультативінде қосымша білім алатын оқушылар тек қана теория ғана емес. Сонымен бірге мектептің пресс-орталығының жаңалықтарына арналған түсірілімдерге барып, арнайы репортаждарды мектептің әлеуметтік желілеріне салып, лицейдің белсенді өміріне атсалысады. Наш предмет называется факультатив журналистики. Біздің пән журналистика факультативі деп аталады. Біздің топта өте белсенді балалар бар. Мен топта оператор қызметін атқарамын. Сабақта өте қызықты өтеді. Практикалық дәрістер осы салада бізге көп білім береді. Қалада болып жатқан кей жаңалықтарды түсірген кезде, кейде тіпті бізді білікті маман ретінде қабылдап жатады. Бұл әрине бізді қуантады. Осының барлығы біздің оқытып жатқан өз ісінің маманы Сергей Янабаевтың арқасында деп санаймын. Рас, алғашында журналистика адамды магнит тәрізді өзіне тартып алады. Газет-журналдар да жарық көрген мақала соңындағы аты жөнің, радио эфиріндегі сөйлеген сөзің, яғни әдеттен тыс ерекше естілген үнің, көгілдір экрандағы көрермендермен бетпе-бет келетін болмыс бітімің, бәрі де талапкер үшін таңғажайып тартымды құбылыстар. Тіпті арманыңа жол ашатын табыс кілті десең де болғандай. Бірақ журналистика тек осынау жүрек тебірентер жағымды өмірлік құбылыстардан ғана тұрмайтынын, оның одан да өзге егжей-тегжейі мен қыр-сыры, күнгейі мен теріскейі, жотасы мен белесі, асуы мен асқары бар екенін ескерген абзал. Ал тек қана жігерлендіретін, қайратыңа қайрат қосып, қиялыңа қанат бітіретін, кілең жағымды құбылыстар журналистиканың төл табиғатын бар болмысын түгел қамти алмайды. Я занимаюсь этим. Я увлекалась журналистикой в детстве. Мен журналистика мамандығына балалық шағымнан бастап қызығамын. Мектебіміздің бізге ұсынып отырған осындай үлкен мүмкіншіліктері менің арманымды орындады деп ойлаймын. Кішкентай кезімде өзім мақала жазып, оны сыныптастарыма оқытатынмын. Қазір осының барлығы шындыққа айналды. Мектепке үлкен рахмет айтқым келеді.
Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама адам бар. Өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың да саны аз емес. Осындай қиын таңдауда аталмыш қосымша сыныптар оқушылардың болашақта дұрыс таңдау жасауына көмектесетін үлкен мүмкіндіктердің бірі.